Егер осы қарапайым ғана ережені білмейтін болсаңыз, сіздің банкомат картаңыздан ақша ұрланады. Ол мынадай. Кейбір адамдар осындай, көптеген адамдарда осындай банкомат картасы бар. Бұл жерде кез келген банк болуы мүмкін, Visa, MasterCard маңызды емес. Бұл жердегі екі маңызды ақпараттар бар. Бірнеше маңызды ақпараттар бар. Соның біреуі мына данныйлар, мына данный, одан кейін аты жөні бар. Көп жағдайда тек мынау, одан кейін мына СВВ коды. Егер біреу сіздің осы банкомат картаңыздың номерін, мынаны және мынаны білетін болса, банкомат картаңыздан ақша ұрлануы мүмкін. Әрине, кейбір адамдар айтуы мүмкін, менің банкоматымнан, банк карточкамнан ақша алынатын болса, маған SMS келеді деген секілді. Иә, дәл солай, бірақ ол барлық жағдайда емес. Кейбір жағдайда ол SMS мүлде келмеуі мүмкін. Сондықтан мына картаның екі жағындағы ақпаратты мейлінше жасыруға тырысыңыз. Кейбір жерлерде төлем жасау үшін осы банкомат картаны беріп жібереді. Олай жасаудың әрине қажеті жоқ. Оны алып кеткен адам кейін екі жағын фотоға түсіріп алып, өзінің әртүрлі мақсаттарына қолдануы мүмкін. Кейін оны әрине әртүрлі бір жолдармен табуға болады. Дегенмен таба аламысыз ба, оны табыла ма, табылмай ма, бұл да сұрақ. Сондықтан осы картаның екі жағындағы данныйды сақтау керек. Кез келген жерге мынаны түсіріп жібере бермеңіз. Телефонның ішінде де сақтайтын болсаңыз, біреу көрмейтін жерде немесе жасырын түрде сақтасаңыз болады. Айфондарда осындай фотоларды жасыруға арналған функция бар. Оны ашу үшін сіздің фейсіңізді, Face ID-ді сканерлейді немесе отпечатканы қажет етуі мүмкін.